Ким және не үшін Қырғызстанды жаулық жолына итермелеп отыр? Соңғы жылдары Қырғызстан жиі ұлтаралық және сыртқы саяси қақтығыстарға тартылып келеді. Тәжікстан мен қақтығыстардан, Өзбекстан мен шиеленістен, Қазақстан мен салқындаудан бастап, пәкістандықтарға жасалған шабуылдарға дейін. Бұл оқиғалар кездейсоқ емес болуы мүмкін. Бүкіл осы жағдайлар мұсылман және түркі бірлігін әлсіретуге мүдделі сыртқы күштердің стратегиясына сай келеді. Өкінішке орай, Қырғызстан тұрақсыздық құралы ретінде пайдаланылып отыр. Геосаяси себептер. Ресейлік саясаткер Владимир Жириновский әлі 2014 жылы ашық мәлімдеген. Орталық Азияда ешқандай республика болмауы керек. Орталық Азия федералды округы болуы тиіс. Астана, Алматы. Қырғызстан бүкіл Орталық Азияны өртейді. Бұл сөздер жай риторика емес, саяси белгі. Орталық Азия не бағындырылуы, не ішінен әлсіретілуі керек. Әдістер арандату және иріткі. Мына тәсілдер қолданылады. Радикалды идеологияларды қолдау, ұлтаралық өкпелерді қоздыру, тұрмыстық және символикалық деңгейдегі арандатулар. Мысалы, Садыр Жапаровтың Кенесары хан туралы айтқаны Қазақстанда түсінбеушілік тудырды және ескі империялық бөлде биле қағидасын еске салды. Кімге түркі және ислам бірлігі кедергі? Бүгінгі күні түркі әлемі күшейіп келеді. Бұл аймақты бақылауға ұмтылатын күштерге ұнамайды. Қорытынды. Қырғыз халқы бөтен ойындардың құралына айналмауы тиіс. Ыдыраған Орталық Азия, әлсіз Орталық Азия. Нағыз мүддені сыртқы манипуляциядан ажырататын уақыт келді.